Сонымен қайырлы күн құрметті оқушылар, келесі тақырып ол қышқылдар, яғни қышқылдар дегеніміз не? Ең алдымен қышқылдар дегеніміз одан алдыңғы біз қарастырған қышқылдық оксид пен судың қосындысы. Химиялық тілмен айтқанда қышқылдар сутектің бір немесе бірнеше атомынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар. Қышқылдың құрамында әрдайым сутек болу керек, бір немесе бірнеше, және де қышқыл қалдығы болу керек. Қышқыл қалдығы дегеніміз не? Мысалы, перхлорат, SO4 2-, NO3-, яғни біз білетін қышқылдық оксидтердің анионы. Келесі жалпы қышқылдардың жіктелуіне тоқталатын болсақ, олар бір негізді, екі негізді, үш негізді, яғни ол сутектің сандарына байланысты. Мысалы, H хлор бұл бір негізді, H2SO4, яғни сутегі екеу ғой, сондықтан екі негізді, сонымен қатар H3PO4, ортофосфор қышқылы. Ортофосфор қышқылында үш сутек болғандықтан ол үш негізді қышқылдың түріне жатады. Сонымен қатар құрамы бойынша олар оттекті, оттексіз. Мысалы, H хлор ол оттексіз, H2SO4 және H3PO4 ол оттекті қышқыл құрамына жатады. Жалпы былай қарастыратын болсақ, кез келген галогендердің анионымен қышқылдар, яғни фтор, хлор, йод, броммен қышқылдар, олар оттексіз қышқылдар болып аталады. Қалғанның барлығы дерлік оттекті. Келесі бұл қышқылдардың қалай алынуына тоқталайық. Мысалы, оттексіз қышқылды сутек және хлор газдарының қосындысы арқылы алынды, H хлор немесе хлор сутек қышқылы. Келесі, оттекті қышқылдар сәйкес оксидтерді суда еріту арқылы алынады. Мысалы, өткен сабақта айтылғандай, қышқылдық оксид қосылған су болатын болса, бұл жерде қышқыл түзеді. Сонымен қатар кейбір тұрақсыз тұздар бар. Яғни сол тұздарды қышқылда ерітетін болсақ, сонымен қатар қышқыл түседі. Ең қарапайым мысалдардың бірі ол кальций карбонаты қосылған, біз лабораторияда көп жасаймыз. Кальций карбонаты сонымен қатар H хлор. Бұл жерде түзудің екі нұсқасы бар. Ол кальций О қосылған H2O қосылған CO2. Яғни тез ыдырайды деген сөз. Келесі бұл жерде кальций О қосылған H2CO3. Дәл осы жерде көріп тұрғаныңызда H2CO3 қышқылы түзіп тұр, алайда ол тез уақытта ол ыдырап, міне дәл осы қосылыстарды түзе алады. Келесі қышқылдардың физикалық және химиялық қасиеттеріне назар аударайық. Бірінші, қышқылдардың көптеген ортақ қасиеттері бар. Олардың дәмі қышқыл индикаторлардың түсін өзгертеді, яғни әмбебап қағазды қызыл түске бояйды егерде тигізетін болсаң, және де тірі жасушаларды жояды, және де олардың кейбіреуі күйдіргіш. Сондықтан лабораторияда жұмыс істеген кезде әрдайым қолғап киілуі тиіс. Келесі, қышқылдардың металдармен әрекеттесуін қарастырайық. Ол бірінші қасиеті. Біз өткенде айтқан цинк және H хлорды әрекеттестіретін болсақ, жай ғана цинк хлориді қосылған H2 газы бөлінеді. Келесі, қышқылдардың металл оксидтерімен әрекеттесуі. Бұл жерде қандай да бір тұз және де су молекуласы түзіледі. Бұл жерде орын басу реакциясы жүзеге асып жатыр. Келесі, қандай да бір қышқыл сонымен қатар гидроксидті қосатын болсақ, бұл жерде дәл сондай қарапайым, яғни тұз және де су түзіліп жатыр. Бұны басқаша бейтараптану реакциясы деп атайды, себебі бұл жерде қышқыл және негіздің қосындысы нәтижесінде су және тұз түзіліп жатыр. Дәл осыны бейтараптану реакциясы деп атайды. Келесі, қышқылдардың тұздармен әрекеттесуі. Жаңағы айтқандай кальций карбонатына H хлорды қосқандай, дәл сол сияқты мысалдар келтіріледі. Кейбір қышқылдар қыздырғанда ыдырайды. Мысалы, кейбір қышқылдар дегенде ол тек қателеспесем бір ғана қышқыл H2 силициум 3, SO2 және де H2O-ға ыдырайды. Егерде жеке дайындалғыларыңыз келсе, маған хабарласыңыздар, мұнда WhatsApp сілтемесін қалдырып кетем. Сонымен қатар оған дейінгі қышқылдар жайлы видеоны қарап шықсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар. Сіздермен болған не керек?